Баршаңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіз. Біз бүгін осындай дәмді чебуректерді дайындаймыз. Дайындалу жолы өте оңай, ал қамыры өте жұмсақ. Кәне кірісейік. 3 стакан ұнымызға 30 мг сұйық майымызды құйып, 300 мл суымызға ып-ыстық кішкене тұз салып, осы суымызды біртіндеп ұнымызға қосамыз. Бірден құйып жібермеңіздер, өйткені өздеріңізге ауыр болады. Сондықтан ақырындап құйып, шанышқымен араластырып, осындай қамыр дайындаймыз. Дайын болған қамырымызды целлофанға салып, 30 минуттай демалтамыз. Ал енді салмасын дайындайық. 400 грамм фаршымызға тұздаймыз соны, қара бұрыш салып, 2 пиязды турап, және кішкене суымызды құйсақ, біздің фаршымыз құрғақ болмайды, өте дәмді болады. Барлығын жақсылап араластырып, чебуректерімізді дайындаймыз. Нанымызды ысқанда өте жұқа ысамыз. Мен арнайы осылай дөңгелекшелер құйып алдым. Чебуректері барлықтары бірдей болу үшін. Шеттерін жақсылап қолмен қысып. Осыдан кейін қызып тұрған майымызға чебуректерімізді пісіріп аламыз. Майымыз қатты қызу керек. Сонда қамыр өзіне көп майды сіңірмейді. Міне біздің чебуректер дайын болды. Сіздерге ас болсын. Дайындап көріңіздер. Лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Көп рахмет.